Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видеода ерекше көрінетін әрі өте дәмді болып шығатын оп-оңай рулетикті жасайтын боламыз. Бұл тағам барлық үйден табылатын қарапайым заттармен дайындалады. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, қыр-сырымен үйреніп алыңыздар. Алдыменен пиязымызды майдалап турап аламыз. Бұны біз фаршпенен бірге қуырып алатын боламыз. Мен еттен фарш жасап алдым. Егер сіздерде майлы фарш болса, ол өте майлы болып кетеді, яғни қуырған кезде. Сондықтан сіздерге құрғақ еттен фарш болғанын ұсынар едім. Одан кейін болгар бұрышын майдалап турап алдым. Түсінде ешқандай разница жоқ. Егер сіздерде жасыл болгарский болса, оны да турай беріңіздер. Одан кейін сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Қызып тұрған тапамызға аздап май құйып, соған пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Одан кейін дайын болған біздің тартылған етімізді саламыз. Оны да жақсылап қуырып аламыз да, артынан біз болгар бұрышын майдалап туралған бір чеснокты салып, барлығын жақсылап қуыратын боламыз. Одан кейін жаңа теркадан өткізіп алған сәбізімізді қосып, кішкене қуырамыз. Тұз бұрыштарымызды салып, кішкене су құйып, жарты пиалайдай қостым кішкене. Содан кейін бетін жауып, 15-20 минуттай пісіреміз. Фарш болғандықтан тез піседі. Одан кейін біз картошкаларымызды видеодағыдай жұқалап турап шығамыз. Қатты жұқа болып кетсе ештеңе етпейді, бірақ та осындай жіңішкеліктен аспауы керек. Бұл қатты қалың болып кетсе, рулетик болып оралмай қалуы мүмкін. Ал сіздер өте жұқа етіп жасап қойсаңыздар, арасына сыр қосып, тағы да 2 слойдан жайып шықсаңыздар болады. Картошкаға тұз, құрғатылған петрушка және де паприка қосып араластырып алдым. Одан кейін теркадан сырымызды өткізіп дайындап алдық. Біз бұны противенге картопты жайып жатқан кезде астына және де піскен кезінде үстіне себу үшін қолданатын боламыз. Противенге пергаментный бумагамызды төсеп, сырымызды азап қана сеуіп шығатын боламыз. Одан кейін барлық картоптарымызды тізбектей орналастырып шығамыз. Осылай бір-біріне кішкене ғана тиіп тұрса жеткілікті. Егер сіздер жаңағы жұқа етіп жайсаңыздар, осылай бір қабатты төсеп болғаннан кейін үстінен тағы да осынша сырды төсеп, одан кейін тағы да теріп шығатын боласыздар. Сонда олар бір-бірінен ажырамай, жақсы бірігіп пісетін болады. Үстінен сары майды кішкене ғана жағып шықсаңыздар болады. Сонда осындай құрғақ болып шықпайды. Мен ұмытып кеткендіктен осылай кішкене құрғақ, сухой болып тұр беті. Басқа пергаментный бумагаға видеодағыдай аударып аламын. Бұл орап жатқан кезінде қиындық тудырмас үшін. Кішкене суығаннан кейін ажыраттым. Көргендеріңіздей өте жеңіл түрде ажырады. Одан кейін бетіне осылайнан дайын болған салмамызды осылай төсеп шығамыз. Бұл тағам жалпы тез дайындалатын тағамдардың қатарына мен жатқыза аламын, өйткені өте тез дайындалды. Фарш өте тез піседі және де жұқа етіп туралған картоп та духовкада өте тез пісетіндіктен осылайнан қатты асығыс болған кезде жасалынатын тағамның түрі деп айта аламын. Салмамызды жұқалап жайып шығамыз және де рулетиктің соңы болатын жерге салмамызды біз жаймаймыз. Бір қатардай картошкаға біз жаймайтын боламыз, өйткені рулетикті ораған кезінде ол салмамыз шығып кетпес үшін. Пергаменттің көмегіменен қысып тұрып, барлығын бір келкі етіп орап алатын боламыз. Одан кейін барып біз противенге аударып алатын боламыз осыны. Рулетіміз дайын, енді оның үстіне өткізілген сырымызды осылайнан аздап төсеп шығамыз. Одан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште 10-15 минут сырымыз ерігенше ұстайтын боламыз. Дайын болған рулетіміз осылайынан көрінеді. Оны пышақпен кесу өте оңай, әрі өте дәмді болып тұр.
Мұны біз тарелкаға салып, бетін укроппен неше түрлі өзіңіздің қалауыңызға қарай сәндеп ұсына аласыздар. Егер көңіліңіз ерекше тағамды қаласа, немесе отбасыңызды жаңа рецепттегі тамақпенен қуантқыңыз келсе, осы рецепті пайдаланып көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер видео ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, бұл мен үшін ерекше рецепттермен бөлісуге мотивация болады. Қош, сау болыңыздар.